Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қысқа арнап банкаға жабылатын қиярдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен қиярымызды жақсылап жуып, екі ұшын кесіп, салқын суға 1 сағатқа батырып қоямыз. Банкамызды жақсылап булап, қақпағымызды қайнатқаннан соң біз оны банкаға орналастырамыз. Ол үшін бізге қияр, болгар бұрышы, кепкен укроп, сарымсақ, лавр жапырағы және түйіршіктелген бұрыш қажет. Барлығын салып болған соң үстіне қайнаған суды құйып, біз оны жауып, жақсылап 2 сағатқа орап қоямыз. 2 сағат өткеннен соң біз ол суды құйып алып, екінші рет қайнатамыз. Тағы да банкаға құйып 1 сағатқа қоямыз. Біз 3-ші рет ол суды төгіп, сол төккен суымызды қайнатамыз. Сол кезде біз банкамызға тұзымыз саламыз. Егер 2 литрлік банка болса, 2 ас қасық тұз салып, 3-ші рет қайнаған суды құямыз. Және де 1 шай қасық сірке суын құямыз. Алдымен қақпаққа құйып айналдырып, содан соң жапсаңыз өте сенімді болады. Және де сіз банкаңызды бұрап 1 күнге төңкеріп қоясыз. Сіз де жасап көріңіз, ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыз. Сізге сәттілік.